Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге асқабақтан құймақ дайындайтын боламыз. Мен бірге болыңыздар. Ұнаса тіркеп лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен асқабағымызды суға қайнатып алатын боламыз. Бір 15-10 минуттай қайнатып аламыз. Так, біздің асқабағымыз уже пісіп қалды. Осы қатты езірмейміз. Осы 5-10 минут қайнат, сол жеткілікті бізге. Асқабағымызды ыдысымызға салып аламыз да, асқабақтың үстіне біртіндеп сүтімізді, одан кейін суымызды, одан кейін қантымызды салып аламыз, одан кейін тұз саламыз, одан кейін сары майымызды, болмаса пампушка маргарин болса да болады. Сосын жарты шайнек ложка ас содамызды саламыз. Осылай барлығын миксермен жақсылап араластырып аламыз. Және де жарты қасық қопсытқыш салатын боламыз. Өте дәмді. Негізі асқабақтың пайдасы деген өте зор. Духовкаға пісіріп жесеңіздер де болады. Асқабақтың дәні деген адамның организміндегі аскарида құрт дейміз ғой, соларға да пайдасы өте зор. Таңертеңгілік аш қарынға жесеңіздер болады. Мына жерде ұнымызды 2 бөлікке бөліп, електен өткізіп қосатын боламыз. Негізгі асқабақтан біраз нәрселер жасалады. Асқабақтың мантысы тәтті болады. Асқабақтан самса да істеледі. Негізі асқабақтың пайдасы өте зор. Осындай массада қоймалжың болу қажет. Тапамызды орташа отта қыздырып алып, бетіне майымызды жағып, жәймендеп жегіне құйып шығатын боламыз. Мынау менің біріншім. Осы жәймендеп біртіндеп пісіріп алатын боламыз. Негізі мен асқабақтан құймақты бірінші рет жасап тұрмын, бірақ өте дәмді шықты, прям таусылып қалды. Мен жетпей қалды, даже істеп көріңіздер, ешқашан өкінбейсіздер. Неке осылай әдемі болып шығады. Жұқалап құйсаңыздар болады. Неке көздеріңіз көріп тұрғандай не болып шықты ғой. Неде тесік болып шықты, как блинчик сияқты болып шықты. Істеп көріңіздер, өкінбейсіздер, прям дәмі деген сочный мощный болды. Егер ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.